Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, таразыны қажет етпейтін, тез жасалатын пирогты жасаймыз. Кеттік. Итальянды бұл пирогқа барлық ингредиенттерді 12 қасықпен саламыз. Яғни 12 қасықпен қантты 3 жұмыртқамен жақсылап араластырамыз. Одан кейін мен барлық сұйық майды, сүтті алдын ала салып қойдым. Салынған формада осылай венчикпен жақсылап араластырамыз. Одан кейін бір ас қасық лимон қышқылын, яғни лимон согын қосып, тағы да араластырамыз. Ұнды алдын ала мен 12 қасығын салып қойдым. Оған бір шай қасық қопсытқышты салып, осылай електен өткізіп, жұмсақ сұп-сұйық біздің масымызды жасаймыз. Мінекей біздің масымыз осылай сұйық болып келеді. Енді оны осындай 4 бұрышты табаға, немесе диаметрі 20 см болатын формаға 170 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Бетіне әдемілік үшін мен қант ұнтағын септім. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе ойда жоқта қонақ келіп қалса, шай қайнағанша тез дайын болатын дәмді пирог. Нағараңыздар, біздің бисквитіміз жұмсақ болып шықты. Өз пікірлеріңізді комментарийға жаза кетсеңіздер де болады. Сонымен қатар менің YouTube каналымда осындай өте дәмді тоқаштың рецебі бар. Каналыма тіркеліп қарап көрсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.